Денистен көзден кетсе де көңілден кеткен емес. Спортшы жан тәсілім еткен қаралы орынға енді тас мүсіні мәңгіге бекіді. Ашылу салтанатында Алматы аспанының қара бұлт торлап, жаңбыр сіркіреп тұрса да жиылған халық қарағұрым. Роза Қуанышқызы да маңызы зор шарадан табылуды жөн санаған. Өкінішке орай осындай баламыздан айырылып қалдық. Кез келген анаға ол баланың атағы, құрметі, жеңісі керек емес. Кез келген анаға баласы керек. Баласы қасында жүру керек. Мен екі ұлымнан айырылсам, мен өмір сүрудің қажеті жоқ деп ойлаймын, мысалы. Спортшы көзі тірісінде көпшіл болды. Достарына да адал еді. Елге оралғанда ең алғашқы іздейтіні Санжар Мәди. Актер марқұм досымен арасында ерекше рухани байланыстың болғанын айтады. Бір-біріміздің ісімізге бас сұққан емеспіз, күнде телефонмен сөйлеспейміз, бірақ сағынысып кездесетінбіз. Егер бір көрсек, айырылмауға тырысушы едік. Бар уақытымызды пайдалы істерге жұмсайтынбыз. Болмашы көлік айнасы Денистің өмірін жалмады. Тағдыр әлде кездейсоқтық дерсіз бәлкім. Дәл сол кезеңде Илья Ильин де осы ұқсас қастандықтың құрбаны болған. Зілтемірші артын ала теннің өлімі жайлы қаралы хабарды естігенде есеңгіреп қалған. Ол әр адамның көңілін таба білді. Біз екеуміз спорт туралы сөз қозғаған емеспіз. Ең қызығы, өмірлік мәні бар пайдалы кеңестермен бөлісетінбіз. Ол 18 жаста болғанда мен алғаш рет таныстым. Жап-жас болса да көпті көрген тұлғалардан кем түспейді. Биіктігі 2,5 метрлік ескерткіш 5 ай бойы Санкт-Петербург қаласында дайындалыпты. Денистің 2014 жылы Сочи қаласындағы триумфы мүсінге негіз болған. Мүсін түгелдей дерлік Денистенің анасының жіті қадағалауымен жасалды. Жуырда марқұмның биографиялық кітабы жарық көрмек. Сонымен қатар қазан айында Денисті еске алу турнирі өткізіледі деп жоспарлануда.